Сәлем, құрметті достар. Бүгінгі видеода құрметті оқырманымның сұрауы бойынша тілі болғанда не істеу керек дегенге жауап беріп кететін боламын. Сіздер тек қарап отырмай, лайк бас, комментарий жазып және каналыма тіркеліп кетіңдер. Ал біз бастаймыз. Мен өз тәжірибемнен өткен күнделікті біз қолданып жүрген ас содасы. Ас содасымен мен қолданып тілі болғанымды кетірдім. Ас содасымен яғни аузыңызды шаясыз, ерніңізге шықса ерніңізге жағасыз, жылы сумен араластырып өте пайдасы зор, кетіреді және тілі болғанда тіліңізді, ауыз қуысын барлығын емдейді. Екінші әдіс метиловый синий деген дәрі аптекадан аласыз. Метиловый синий деген іші деген көк, сондықтан адамдар сеңкі деп атап кеткен. Көк түсті болып келеді. Бұл дәрі бактерияға, микробтарға қарсы дәрі, ауыз қуысындағы яғни жаралар барлығын емдейді. Бұл дәріні балаларға, үлкендерге қолдануға болады. Бұны қалай қолданамыз? Яғни ауыз қуысындағы ол кеткен жараларға точка түрінде жағу арқылы қолданамыз. Ватный палчик алып, точка дәл ауырған жеріңізге басып жағасыз. Осы екі әдіс тіл уылғанда өте қолайлы әдіс деп ойлаймын. Көмегі тисе өте қуаныштымын. Тағы да қандай видео шығарайын, комментарияға жазып кетіңіздер, достар. Әрқашанда қуана көмектесемін. Сау болыңдар.